Ғабит Мүсірепов, жазушы, драматург, сыншы, мемлекет және қоғам қайраткері. 1902 жылы 22 наурызда қазіргі солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданы Жаңажол ауылында дүниеге келген. Азан шақырып қойған есімі Ғабде Әл-Ғабит. 1926 жылы Орынбор қаласындағы жұмысшы факультетін бітірген соң, Омбыдағы ауыл шаруашылығы институтында 1 жыл оқып, Бурабай техникумында оқытушылық қызмет атқарды. Тұңғыш шығармасы «Едіге» әңгімесі осы тұста жазды. 10 жыл бойы баспа орындарында, кеңес партия мекемелерінде жауапты қызмет атқарды. Алғашқы туындыларынан-ақ жазушылық шеберлігімен ерекшеленген қаламгердің шығармалары әлемнің 34 тілінде аударылған. Мүсіреповтің драматургия саласында да сіңірген еңбегі орасан зор. Ол бірнеше пьесалар мен кино сценарийлардың авторы. Сценарийін Бейімбет Майлинмен бірге жазған «Амангелді» фильмі қазақ кино өнерінің алғашқы баспалдағы болып саналады. Ғабит Мүсірепов 3 мәрте Ленин орденімен, 2 мәрте Еңбек Қызыл Ту орденімен және көптеген медальдармен марапатталған. 2002 жылы қаламгердің 100 жылдығы ЮНЕСКО деңгейінде тойланды. Бүгінде Алматы қаласында жазушының атында театр және көше бар. Бүгінде біз Ғабит Мүсіреповтің кесек шығармаларының бірі, әдебиеттегі ана бейнесін айшықтаған «Ұлпан» романына тоқтала кетпекшіміз. Ғабит Мүсірепов, қазақтың әйгілі жазушысы, қоғам қайраткері. Әдебиеттегі ана бейнесін суреттеуші «Ұлпан» романы заңғар жазушының кесек шығармаларының бірі. Ғабит Мүсірепов әр кезеңде жазылған ана тақырыбындағы туындыларында қазақ әйелінің жиынтық бейнесін жасады. Көптеген әңгіме новеллаларында әйел ананың бейнесін асқақтатып, әлем әдебиетіндегі әйел ана тұлғаларының галереясын байыта түсті. Осы шығармалардың ішіндегі ең биік шыңға теңеуге болатын тәрбиелік, тарихи мәні зор керемет шығармаларының бірі бұл «Ұлпан» романы. «Ұлпан» романы Ғабит Мүсіреповтің 1974 жылы тарихи ел шежіресі негізінде жазылған шығармаларының бірі. Ұлпан сырлы мінез құлқымен, тұлғалы бітімімен ерекшеленген бейне. Бұл шығармада жер дауы, жесір дауы сынды ұлттық ерекшеліктеріміз кеңінен тарқатылған. 19 ғасырда қазақ даласында болған тарихи шындықтарға негізделген. Романдағы бас кейіпкер Есеней қалың керей уақтың билігін қолына мықтап ұстаған аузы дуалы биі. Ол бұдан 13 жыл бұрынғы әкесі Артықбай батырдың үйінде Есеней намаз оқып отырғанда еркелеп мойнын асылып, «Мен түйеге мініп кеттім, әке, сен үйде қалдың» деп маза бермейтін қара қыз. Бүгінде аңшы, құсбегі, жылқышы болып ат құлағында ойнап өскен батыр қыз. Бүгінде 50-ден асып илағасы болған еңсегей бойлы Есеней бір балаға зар болып жүріп, өзінен 40 жас кіші қара торы қыз Ұлпанға ғашық болады. Сөйтіп, айналасы 10-15 жылда Ұлпан дүйім елді билейтін ақылды ана болады. Құрметті кітапсүйер қауым, Шерхан Мұртаза атамыз мәдениеттің мәйегі кітап деп айтқандай, осы Ғабит Мүсірепов ағамыздың «Ұлпан» романын оқуға кеңес беремін.